Саламатсыңдар ма балалар? Химия пәні мұғалімі Тубаева Айгүл Оңғарбайқызы болады сіздермен. Так, қазір енді алкен тақырыбының Б деңгейіндегі есептерді шығаратын боламыз. Ол жерде бірінші тапсырмасы көлемі 6,72 литр пропеннің зат мөлшері берілген. Зат мөлшерін, пропеннің молекула санын және массасын табыңдар делінген. Яғни зат мөлшерін, молекула санын, массасын табамыз. Ол үшін бірінші формулаға саламыз, яғни ню тең В бөлінген ВМ, көлем бөлінген малярлық көлемге. Малярлық көлем 22,4 литрдің мольға тең. Ол тұрақты сан. Ал бізде берілген көлемі, яғни көлемді 22,4-ге бөлетін болсаң 0,3 мольға тең болады. Яғни пропеннің зат мөлшері 0,3 мольға тең. Енді пропеннің молекула санын табамыз. Молекула санын табу үшін зат мөлшерді Авогадро санына көбейтеміз. Яғни 0,3-ті көбейтеміз, тұрақты сан 6,2 көбейту оның 23 дәрежесі. Көбейткенде шығады 1,806 көбейту оның 23 дәрежесі молекула. Келесі масса табу үшін ню тең малярлық масса. Малярлық масса, пропеннің малярлық массасы 12-ні көбейтеміз 3-ге 36, қосамыз 6-ны сутектікі 42 грамм на моль. Яғни табылған зат мөлшеріне 0,3 мольға 42 грамм на моль малярлық массасын көбейткенде 12,16 грамм шығады екен. Келесі екінші тапсырма бізде алкеннің 0,184 граммы массасы 3,2 грамм бромды қосып алса, оның формуласы қандай деген сұрақ берілген. Яғни берілген жазып аламыз. Белгісіз алкеннің массасы, яғни бромның массасы берілген, алкеннің массасын тап деп тұр. Яғни алкенге бромды қосқан кезде бізде дибром алкен түзіледі. Міне реакцияны жазып қойдық. Яғни бізде берілгенде қанша? Алкеннің 0,184 граммына 3,2 грамм бром жұмсалады екен. Сонда бізде бромның малярлық массасы белгілі, ол 160 грамм на моль. Неге 160? Өйткені бір бромда 80, ол жерде 2 бром жұмсалып тұр. Бром 2 болып тұр, яғни бром молекуласы. Онда 160 грамм на мольді аламыз. Сонда бізде қанша алкеннің, яғни малярлық массасы қанша деген сұрақ қойып, біз малярлық масса CnH2n деп, яғни 0,184 граммды 160 грамм на мольға көбейтіп, 3,2 граммға бөлгенде 42 грамм на моль шығады. Ол қандай заттың малярлық массасы деген сұраққа біз алкеннің формуласын жазып аламыз. CnH2n тең 42. Яғни көміртектің салыстырмалы атомдық массасы 12 болғандықтан 12-ні n-ге көбейтеміз. Сутектікі бірге тең болғандықтан n2n деп жаза қоямыз. Тең 42. 12n-ге 2n-ді қосқанда 14n, n тең 42, n тең 3-ге тең болады. 42-ні 14-ге бөлсең 3 болады. Яғни C3H6 ол пропеннің